осындай отбасыларда, яғни үйлерге періштелер келмейді. Біз айтып жатқан періштелер ол Алла тарапынан бізді күзету үшін жіберілген періштелер емес. Олар біздің екі иығымызда тұратын періштелер емес. Олар біздің үйге нұр алып келуші, зәкетші. Олар Алланың сәкинаты, бәрәкаты және сізге ыстықпал, сақыппал айтып тұратын періштелер болып есептелінеді. Біз осы періштелер кірмейтін отбасылар, яғни үйлер туралы айтамыз. Ең бірінші, ата-анасы ақ қылған перзенттер. Олардың үйінде ешқашанда бұндай періштелер болмайды. Себебі Алла тағала өзінің дуасыменен ата-ананың разышылығын бірге қоса айтқан. Маған шік келтірме, ата-анаңды разы қыл. Дәл осылай хабарнамалар бар. Ата-анасыменен разы қылмаған адамдардың үйінде періштелер болмайды. Ал екіншісі, ағайын туыстан айырылған, олардан бөлек жасайтын үйлерде періштелер болмайды. Алла тағала айтады: егер сен ағайын туыспенен орадағы жақыншылықты тіктесең, мен сенің қасыңда боламын. Егер арадағы қарым-қатынасты үзетін болсаң, мен де сенімен арақатынасты үземін деген. Осылайша ата-анамен болған ортадағы қатынас, сен бөлек шығып кетесің бе, әлде олармен бірге тұрасың ба? Алайда сенің ортаңдағы қарым-қатынас, ата-анаңа болған бөлген уақытың, оларға берген мейірімің әрдайымде болуы керек. Әкең 61-ге келгенде ақша табуға күші қуаты қалмағанда, оны жалғас тастап кетуің. Анаң 9 ай, 9 жылдай кеудесінде көтеріп, сені өліммен алысып туғанда, сен оларға беретін мейір шапағатың қалмай, балаң мен әйеліңнен бос уақытыңда ажырата алмай қалған болсаң, онда сені үйіне бұл періштелер ешқашанда кірмейді. Сен үйіңнің алдын мәрмәрмен тізіп қойсаң да, ата-анаңның наразышылығыменен жасайтұғын болсаң, сенің үйіңе салауат періштелері ешқашанда кірмейді. Екінші отбасылар. Итті беймақсат бағатын отбасылар. Егер сіз итті аңшылық үшін, қой бағу үшін, шопаншылық үшін бағатын болсаңыз, онда сіздің үйіңізге періштелер кіре береді. Алайда сіз беймақсат, ермек үшін, қызығушылық үшін осылай ит бағатын болсаңыз, алайда сіздің отбасыңызға салауат періштелер ешқашанда кірмейді. Ал үшінші отбасыларға періште кірмейтін отбасы үйінде суреті ілулі тұратындар. Яғни осы күнде мешіттегі, медреседегі молдалардан сұрағанында осы күндегі суретке түсу, фотография бұған кіреді ме, әлде кірмейді ме? Бұлар Алла елшісіне жіберілген хабарнамада сурет сызу, яғни жанды бейнелердің суретін сызу және оларды үйде сақтау күнә делінген. Алайда бүгінгі күндегі бейнелер, олар фотолар айдың судағы бейнесі секілді болып есептелінеді. Сол себепті олар күнәлі емес. Алайда жанды дененің фотосуретін үйіміздің қабырғасына іліп қоятын болсақ, яғни қазір көпшіліктің ортасында ата-анасына деген құрметін осылайша қабырғаға суретін ілдіру арқылы бейнелейтін болыпты. Алайда естіп қойыңыздар, осы фотосуретпенен ата-анаңыздың қадірі білінетін болса, оның қадірі соншалықты пәс екен. Ата-анаға деген құрмет олардың ізінен 5 уақыт намаз оқып, олардың ізінен дуа оқуы, олардың жаннатқа кіруін сұрану арқылы өлшенеді. Жетім жесірге жәрдем беріп, олардың басын сылау арқылы, осы сауаптарым ата-анама жетіп барсын деген жағдайда ғана ата-анаға деген құрмет осылайша өлшенеді. Үйге музыка әуен қоятын жағдайда үйдегі рахмет періштелерінің шығып кетуіне себеп болады. Айша анамыздың үйіне Абдрахман Хасунның жәрдемші әйелі үйге сыңғырлаған қоңыраулармен кіріп бара жатқан кезінде оны тоқтатыңдар деп үн қатты. Тоқтатыңдар, қоңырауларын алып тастап соңыра үйге кіргізіңдер деді Айша анамыз. Себебі бұл қоңыраулар шайтанның қоңыраулары деді. Бұдан кейінгі отбасыларда әртүрлі жаман иістердің шығатын отбасылар.
пайғамбарымыз жуа, пиязды жеуді тоқтатты. Себебі оның иісі періштелердің кіруіне кері әсер еткен. Алайда біз оны жедік. Пайғамбарымыз Имам Бухари аятында осылай да айтқан. Яғни бұны шаққанда, бұл екі дарақтан жеген адамдар біздің мешіттерімізге жақындамасын. Адамдар азар шеккен нәрседен періштелер де азар шегеді. Себебі мешітке кіргеннен кейін, адам оның иісін иіскегеннен кейін денесі жыбырлап әлде қандай сезімде болады. Ол иіс оған жақпайды, ал періштелерге адамдарға жақтырмаған нәрселерді де жақтырмайды.